Қаңтарда қырық құбылған ауа райы құтқарушылар мен полицияны әбден әуреге салды. Еліміздің әр өңірінде қақаған аяз бен боран соғып, жолдар жабылып жатыр. Тіпті Ақмола облысында төтенше жағдай қызметкері екі қабат әйел мен баланы құтқарамын деп өзі үсіп қалған. Ал Ақтөбе облысында үскірік аязда 60 адам мінген автобус діттеген жеріне жете алмады. Арасында балалар да бар. Қарағандыда қатты жел шатырларды ұшырса, Семейде дүлей дауылдан бас шырша құлап қалған. Живы? Сейчас мы подождите, едем живо. Ага. Бұл Еркіншілік ауылынан аудан орталығына шыққан отбасы ауруханаға екі қабат әйелімен қолы сынған ұлын апара жатыпты. Жолда отағасы бұлақтан су алмақшы болып тоқтаған. Бұлақ іздеп жүріп адасып қалады. Үскірік аязда көлікте қалған әйел мен бала суға шақ қалған соң құтқарушыларға хабар берген. Айдалада адасқан адамды да, әйел мен баланы да арнайы көлікпен шығып, аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Амангелді Доскенов өзі іздеп тапқан. Алайда жоқ іздеп жүргенде екі құлағымен бетін оңбай аяз қарып тастапты. 30 апталық жүктілікпен жолға шыққан әйел мен қолы сынған бала әйтеуір дін аман дәрігерлерге тапсырылған. Әріптестерінің айтуынша екі құлағымен бетін үстіп алған құтқарушы қаздың майын жағып алып қызметін одан әрі жалғастыруға кетіпті. Құтқарушылар тұрғындар минут сайын тиісті қызметтер жасайтын ескертуді ескерсе екен дейді. Абай облысында да ақтүтек боран мен көктайғақ. Даланы айтпағанда қаланың ішінде жүріп тұру оңай болмай жатыр. Алайда дүлей соққан жел кеше түнде Семейде құрылған бас шыршаны құлатып кетті. Сол сәтте шырша жанында суретке түспек болған қала тұрғынын басып қала жаздаған. Қазір көктайғаққа байланысты екі қала мен 6 ауданның мектеп оқушылары жаппай қашықтан оқуға көшірілді. Сондай-ақ тас жолдар да жабық. Облыстық маңызы бар Жетісу облысына баратын автожолда Мақаншы Жалаңашкөл 80 мен 133 шақырым, Мақаншы Үшарал 0 мен 48 шақырым учаскелерді көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс жабылды. Басқа бағыттардағы автожолдар ашық. Қазіргі уақытта автожолдарда көмек көрсету бойынша қоңыраулар келіп түскен жоқ. Ал Қарағанды облысында қатты желден электр желілері үзіліп, бағдаршамдар істен шықты. Қозғалыс қиындап, кешкілік жұмыстан шыққандар үйлеріне жете алмай қиналды. Коммуналдық қызмет қайда жетерін білмей әбден састы. Көптеген үйлер жарты тәуліктей жарықсыз қалды. Дауыл Теміртауда бір үйдің, Қарағанды 3 көп қабатты үйдің шатырын талқандады. Мәселен, мына үйдің шатыры осыдан бір ай бұрын ғана бюджет есебінен жаңарыпты. Дүкеннің үстіне құлаған жабынды әйтеуір ешкімді басып қалмаған. Жасалған жұмыстың сапасын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бюджет ақшасы желге ұшты. Алып шатыр дүкеннің қасбетін талқандап кетті. Сол мезетте дүкеннен шығып бара жатқан әйел бір затын ұмытып қайта кіргенде төбеден шатыр түскен. Құдай сақтады деп осыны айтсақ болады. Салшылақ аяздан Ақтөбе облысында көліктер тұралады. Оңтүстік өңірден Ресейге бет алған автобус Талдысай ауылы маңында бұзылып қалған. Жолаушылардың барлығы дерлік өзге елдің азаматтары. Арасында 4 әйел мен 6 бала бар. Ер азаматтар Жүргенов кентіндегі мешітке, әйелдер колледж жатақханасына түнеп шықты. Айзат Тұрғынбек қызы, Батыр Ерсайынов, КТК.